Сәлеметсіздер ме? Менің атым Әзімбек Дана, мен 9-шы Б сынып оқушысымын. 92-ші лицей Махатма Ганди атындағы мамандандырылған мектебінде оқимын. 28-ші Кортешыл панфиловшылардың саябағы. Менің мақсатым, менің кіші отаным Қазақстан мақаласын қамтып отырып, Қазақстандағы ең керемет саябақ бар екенін жеткізіп, және 1000 жылдық тарихын дәріптеу. Саябақ бұл сәулет және өркениет, мәдениет және тарих. Саябақ Алматы қаласы Медеу ауданында орналасқан. Бұл саябақ 1872 жылы Бабан Крашопенко бақ саябақ салынды. Және де бұл саябақта ағаштың түрлері өте көп. Ағаштың түрлері үйеңкі, жөке, қарағай, шырша, терек түрлері бар. Және бұл саябақ Алматыдағы ғимараттардың жанында орналасқан ең әдемі саябақтың бірі деп есептелінеді. Бұл саябақтың тарихы керемет құрбандармен және олардың саны мен қару-жарағын 5 есе көп жауға қарсы тұру үшін бір айдан астам уақыт қажет болды. 316 атқыштар дивизиясының қарсылығы